өзімнен өткіздім бірінші. Бұл айтты, дәрігер айтты, сканировать деген сөз сіздің ауырған жеріңізді көрсетеді деді. Чай ғой дедім, ем болсын деп іштім. Алдым да заварканы жасадым, әдемілеп пол чайный ложкадан бастаңыз деді. Сіз басқа ауруларыңызды қозғайды деді. Жарайды дедім де пол чайный ложка деген титім таяқ салдым, жақсылап құйдым, 2 кесені ішіп алдым. 2 кесе от силы 300-400 миллилитр болады. Бір ішкенде. Қараңыз, не болды? Басым ауыра бастады. Менің өмір бойы басым ауырған адамым ғой. Гипертония менде бар. Рас қой? Рас. Енді қараңыз, өт жолдары бітелген бе? Бітелген. Жировой гепатоз деді ме? Бар. Неліктен? Майлы тамақты жақсы жедім, сметананы жақсы жедім. Өзімнен әрине. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз. 1-2 күн өткеннен кейін бауыр жақты көрсете бастады. Дұрыс? Бауырды көрсетті. Кейін өкпенің тұстарын төмен жақ көрсетті. Бірінші күні ешқашан ковидпен де ауырған жоқпын мен, Аллаға шүкір. Гриппен де ауырған жоқпын. Бірақ менен қақыр. Іштен де, мұрыннан да су ақты, көзден де жас парлады. Неге? Выводит лишние шлаки из организма. Бәр жерін жуылып тазаланып жатыр деген сөз. Ішек кеңірек. Нормальный адам күніне 60 рет жел шығарады дейді. Рас па? Ал мен ондайды білмегені қанша білмеймін мен қашан. Нормально үлкен дәретке бару бәріне бар. Күнделікті бару. Мысалға, оған да шүкір дейміз. Сол кезде іштің қабынуынан болған жел шыға бастады. Сенесіздер ме? Значит, воспалительный процесс көрсетіп жатыр ғой, көрсетіп. Ішектің бәрі жақсы тазаланды, жақсы болды, ешқандай не жоқ. Ал енді іше берейін, бұны байқайын дедім де тағышып көрдім. Құлақ, шум, бұлшақ появилось. Неліктен? Сосуд. Дұрыс қой? Сосудтар забитый, ал бұл оны да тазалайтын шығар, бәрін шығарып жатыр ғой деп тағы шебердім. Бір қасыққа көбейттім, 3-4 күннен кейін үлкен чайный ложкаға көштім. Қазір буындарың көп жұмыс істесең, ісініп ауырсынатығын, ешқандай ауру жоқ. Гибкость человека, буындарыңыз өте тамаша бола бастайды. Тізе ауырғанын көрсетті, артрит, артроз, осы жаста бәрімізде бар, оны көрсетті.